Сәлем достар, сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін фигураңызға зиян келтірмейтін ПП сырники рецептісін ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сүзбені осындай марлyaға салып, жақсылап суын ағызып, сығып аламыз. Сүзбе міндетті түрде құрғақ болу керек, сол кезде форманы дұрыс ұстап, сырники ойдағыдай шығады. Сүзбенің үстіне 1 жұмыртқа, 3 грамм қант алмастырғыш қосып, шанышқымен араластырамыз. Енді 1 ас қасық күріш ұнын қосып араластырамыз. Қалған 2 ас қасық ұнды біртіндеп салып қосамыз. Қамырдың астына кішкене күріш ұнын себеміз. Мен шоколад қосып істедім, қоспасаңыздар да болады. Осылай сырникидің ішіне шоколад салып, сырникидің формасын жасаймыз. Менде шамамен 5 штук шықты. Видеодағыдай жасасаңыз, сырникидің формасы осылай әдемі шығады. Табаға 1 шай қасық зәйтүн майын қосып, кисточкамен жағып аламыз. Ішіне сырники салып, қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Шамамен 10-15 минут піседі. Қызарған кезде екінші жағын аударып, қақпағын жабамыз. ПП сырники дайын, қаймақ немесе варенье қосып жесеңіз, одан сайын дәмді болып шығады. Келесі видеода тек қана менің подписчиктерім көре алатын ПП сырықтың рецептісін саламын. Сол үшін колокольчик басып, тіркеліп қойыңыздар. Тіркелу тегін.